Сәлем достар. Бүгін біз балаларды алып зоопаркке келдік. Ауа райы зоопарк аралауға өте қолайлы, жақсы болып тұр. Күн бұлтты, қоңыр салқын болып. Егер күн қатты ыстық болса, балалар күннен дұрыс аралай алмай қалады. Екіншіден, аңдарда көлеңкездеп жатып демалып қалады. Балалар дұрыс көре алмай қалады. Сол себепті осындай ауа райында келіп тұрмыз. Аңдардың барлығы осылай жүр екен, жақсы бәрін көріп, балалар бұғы, зебра, піл, жираф барлығын көрдік. Зоопаркте аңдардың жағдайлары осыдан 2-3 жыл бұрынға қарағанда өте жақсы, ухоженный көрінеді. Балықтарға кірдік. Осыдан 2-3 жыл бұрын келген кезде аңдардың түрлері өте сондай аянышты, түрлері кішкене абыржып кеткен болатын. Осы жолы келгенде аңдардың түрлері өте әдемі, барлығы ухоженный, қатты арық емес, жақсы екен. Балалар барлық жерін қарады. Осындай зданиелерде құстарға арналған, одан кейін жыландарға арналған, балықтарға арналған, барлығын араладық. Онда үлкен, негізі жылан менің фобиям, мен жыланнан қатты қорқамын. Қорқынышымды жеңіп барып қарадым. Негізінде көбінде қарамайтынмын. Жолбарыс барлығы осылай демалып жатыр. Барлығын көрдік. Өте әдемі, арық емес. Мына пілдің аты, қазақтың атын қойыпты, Аружан екен. Пілдің аты таңғалып жатырмыз. Зообақтың адамдар қойған ғой енді. Носорог көрдік. Балалар мәз, балалармен қосылып біз де мәзбіз, балаша қуанып жүрміз. Жирафқа шығып, бір адамға жаңағы тамақ беру ақылы екен, 1000 теңге екен. Енді балаларға қызық қой деп, осы 1000 теңгені төлеп, әр балаға осылай жоғарыға шығып, суретке түстік. Балалар жаңағы шөптерін берді, солай. Жирафты жақыннан көрдік. Жирафтың тілі өте қатты ұзын болады екен. Қолыңды тамақты бермей жатып, өзі мойнын созып, тілін созып, тамақты жеп алады екен. Одан кейін балалар кішкене фонтанда ойнады. Менің балам үстінің барлығын, аяғын бәрін су қылды. Шыққаннан кейін осындай каретамен отырғызып, керемет маркетинг жасап қойған. Осы тарымның именно осы Горький парк жақтағы филиалы өте керемет екен, және де сондай өздері келіп алып кетеді. Сіз тамақ ішкеннен кейін парктың алдына қайтадан апарып тастайды екен. Оның барлығы тегін, тек қана сол кафеде сіздер тамақ ішіп шықсаңыздар болғаны. Өте керемет. Қайтарда балам ұйықтап қалды. Сонымен өзіміз де риза болып, довольны болып үйге қайттық. Қыдырып, қарнымызды тойдырып, тамағымызды ішіп, пробкамен осылай үйімізге қайттық. Бүгінгі күніміз керемет өтті.